Сөз депутат Садықов Асқар Аманбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министр Смайыловқа. Энергетика министрлігінің жанар-жағармай бағасының көтерілетіндігі туралы мәлімдемесі халықтың үлкен наразылығын тудырды. Сонымен қатар нарықтық экономика жағдайында бағаны жасанды ұстау шетелдік және көлеңкелі субъектілердің ішкі жанар-жағармай нарығын тауысуына алып келді. Бұл ұлттық экономикаға тікелей залал келтірді. Көрші елдерге жанар-жағармай экспортының артуына жағдайына тапшылық болдырмау үшін бағаны теңестіру амалсыз, бірақ прагматикалық шешім болғанын мойындауымыз керек. Дегенмен үкімет қосылған күнтізбедегі бағалардың ең алдымен коммуналдық қызметті тарифтер мен ауыл шаруашылығы өнімдері мен халық үшін әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасының өсуінің салдарын ескермей, бұл мәселеге жартыкеш келді деп есептейміз. Мұндай тәсілмен жанар-жағармай бағасының көтерілу халықтың аз қамтылған топтарына, сондай-ақ ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне, шағын және орта бизнеске зиянын тигізеді. Мысалы, Ресей жанар-жағармай материалдарын басқа құрылымы өз алдына бөлек мәселе. Мысалы, Ресей 1 литр бензиндегі шикізат құны 12%, ал 69% салық пен акциздерді құрайды. Яғни жанармай табысы бірінші кезекте бюджетке түседі. Ал Қазақстанда бензин бағасы бойынша шикізат құны 58%, ал салық бар болғаны 15%. Яғни бізде бағаның көтерілуіне пайда көріп отырған мұнай компаниялары мен делдалдар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінде мұндай делдалдарды анықтап, жұмысын шектеуді талап ету бекер емес. Бұл бақылаушы органдарға айналысу тиіс мәселе. Жоғарғы айтылғандарға байланысты Ақ жол фракциясының мыналарды ұсынады. Бірінші, жанар-жағармай бағасын көтеру туралы шешімді халықтың аз қамтылған топтарына қорғау шараларымен толықтыру, атап айтқанда осы тізбекке байланысты шығыстар үшін адресті жәрдемақы төлемдерін енгізу мүмкіндігін қарастыру. Екінші, әлеуметтік маңызы бар тауарлар, азық-түлік, дәрі-дәрмек, киім және аяқ киім өндіретін шағын және орта бизнес пен агроөнеркәсіп кешенінің өкілдері үшін жанар-жағармай бағасының өсуіне байланысты белгіленген тарифтердің енгізу мәселесін пысықтау. Үшінші, мұнай-газ саласындағы делдалдық фирмалардың анықтап, қызметін шектеу бойынша шаралар қабылдау. Төртінші, сонымен қатар жанар-жағармай шығарудың шектеулімен қатар нарықты сұраныстың төмен болуына байланысты мұнай өнімдерінің нафта, пеш және кеме жанармайы сияқты түрлерін экспорттауға рұқсат беру мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.